денсаулығы. Егер дені сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денді сауықтыру қажет деген Әл-Фараби. Келесі ретте бізде Қытайда көрсеткен Айша. Аз тағамды дос қысады. Жоқ, Аспаннан әбілхаят суы жауса да, не болмайды? Айта қойсаң ба? Қалаға жеміс бермес. Көрментен ішіндегі асты үметін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз оны айта қой. Айша, тамақтанудың негізгі ережелерін ата. Тамақтанудың негізгі ережелері ең басымен тазалық ұстану керек. Одан кейін тамақтану барысында әдет-ғұрыптар бар. Мысалы, тамақтау оң қолмен жеу. Ауыр күйіншілеріңізде болса, паста ішіңізде әсер ететіндер. Асқадан жүрегімізді артық тым көп пайдаланбағандар және зиянсыздандар бұның барлығы сендерге белгілі ғой. Енді осы жерде берілген суреттер бойынша кім өзінің ойын Менің ойымша бұл жүрек дұрыс тағам мен зиянды тағамды көрсетілген. Мысалы адам дұрыс тағам мен көкөністермен, жеміс-жидектермен биологиялық тұрғыдан біз иммунитетіміз жоғары көтереді шынымен де. Екі мылтығымызда кіріш болған кезімізде иммунитетіміз төмен түсіп кеткен оның басынан себебі болса зиян тамақтар жеу арқылы болды. Алмұрт орасынан тұрады, сосын жапырақ, онан асқаба, алма, сөйтіп Sarımsak, səbіз, almor, örüm yaprak, üzüm, xiyar, bayaldı, turp, asxaba, alma, bana, zanar. барлық айтып қой. бүгін әші сабақ маған өте қатты ұнады. Өзге әші сабақтардың ерекшелігі түрлі әдістермен арқылы оқушыларды қызықтырып, сұраққа сынады түскен қарсы. Ертең ол тағы да өте пікірлерді қосатын болсаңдар